Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2 сынып қазақ тілі. 1 бөлім. 51 сабақ. Сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Балалар, біз сіздермен білетіндей, әр аптада біз бір мақал-мәтелді білім қоржынымызға қосатынымызды еске сала кетейін. Бұл аптаның мақалы отан туралы. Бұлбұл гүлзарын сүйеді, адал адам отанын сүйеді. Мақалды түсініп оқып, жаттап, есімізге сақтап аламыз. Балалар, біз сөйлем айтылу мақсаты мен сазына қарай хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем болып 3-ке бөлінеді. Біз алдыңғы сабақтарда өткенімізде хабарлы сөйлем дегеніміз бұл хабарлау мақсатында айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейміз. Хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем дегеніміз жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрақ белгісі қойылады. Лепті сөйлем. Лепті сөйлем, балалар, лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Лепті сөйлем адамның көңіл күйін, сезімін білдіреді. Мысалы, адамның қандай көңіл күйі мен сезімдері бар? Біз қуанамыз, өкінеміз, бұйырамыз, ұран айтамыз, сескендіреміз, таңданамыз, тілек айтамыз, және біреуден өтінеміз. Бұл адамның көңіл күйін немесе сезімін білдіреді. Бұл сөздер көтеріңкі дауыспен оқылады. Сөйлем аяқталған соң тыныс белгісі, леп белгісі қойылады, балалар. 1 жаттығу. Сөйлемді тиісті дауыс ырғағымен оқы, тыныс белгісіне назар аудар. Менің елім алтын ел, бар ғой онда бәрі, дер. Өзен де бар, көл де бар, теңіз де бар, шөл де бар. Дөңес те бар, тау да бар, бақша да бар, бау да бар. Орман да бар, қырат бар, шалғын да бар, бұлақ бар. Алуан құс пен аңы бар, алып елді танып ал. Бұл Бауыржан Жақып мырзаның бұл өлеңнен алынған үзінді болатын. Балалар, өлең не туралы? Өлеңге ат қояйық. Өлеңнің аты менің елім бе, әлі туған өлке десек бола ма? Туған өлке ма, әлде менің елім бе? Менің елім деп қойсақ болады, Өлең не туралы? Туған ел, менің елім туралы екен, балалар? 2 жаттығу. Табиғатқа не жатады? Суретті толықтырып айтып көр. Балалар, табиғатта не бар? Күн бар, гүл бар, өсімдіктер бар, жануарлар бар, адамдар бар. Табиғатта тағы не бар? Қане? Толықтырып айтайық. Өлеңді жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, Құбашуға барамын. Ақбоз атқа мініп ап, жұлдыз айын ағамын. Тұрысбек Еділбай өлеңінен үзінді болатын. Балалар, бұл өлеңнен күрделі сын есімнің астын сыз. Өлеңдегі ақбоз ат ұшу аппаратына жата ма? Балалар,
Бұл ақбозат деген ұшу аппараты ма, әлде ол не? Нені айтып тұр? Ақбозат деген, балалар, бұл жылқы жануарын айтып тұр, иә балалар? Ол ешқандай да аппаратқа жатпайды. Күрделі сын есім дегеніміз, балалар, күшейтпелі жайда айтылған, иә, сын заттың сынын білдіреді, және ол күшейтіп айтады. Күрделі екі сын есімнен құралады. Бұл жерде қайсысы деп ойлайсың? Астын сызып көрейік, кәне. Ойланып көрейік. Ала таңнан тұрып ап, құба жуға барамын, ақбозатқа мініп ап, жұлдыз айнағамын. Күрделі сын есім ақбоз ат. Ақбоз. Ол қандай екен? Айтып тұр, иә балалар, бұл жерде. Аттың қандай екен айтып тұр? Ақбоз екен айтып тұр. Яғни екі сын есімнен ақ және боз деген бұл заттың түсін боз екенін білдіріп тұр. Яғни заттың сынын білдіріп тұр. Және бұл күрделі сын есім болып табылады. Балалар, олай болса, бізге сендерге қосымша тапсырма. Балалар, мына жерде сендерге берілген сөйлемдер берілген, және олардағы сөйлемнің сөздері орны ауысып кеткен. Тынысты өзіне тиісті тыныс белгіні қойып, көркем етіп, сөйлемді дұрыс көшіреміз. Мысалы, бірінші сөйлем. Атам алақай келді. Бұлар сөздер ауысып кеткен. Алақай, атам келді. Тыныс белгісі нүкте ма, әлде сұрау белгі ме, әлде леп белгі ме? Өзіне тиісті тыныс белгіні қойып, дұрыстап көшіріп жазамыз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.